Сондықтан да құрметті ағайындар, бұл жерде ең соңғы құтпа болады. Ең соңғы құтпада пайғамбар алейхиссалату вассаламға Құранның аяты түседі осы жерде. Сол Құранның аятын пайғамбар алейхиссалату вассалам оқиды. Оқыған кезде бірталай сахабалар жылайды сол кезде. Көздеріне ерік береді. Ол аят мына аят. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина" деп айтты. Бүгін дейді, міне бүгін, "Ал-яума акмалту лакум динакум", бүгін мен сендердің діндеріңді кәміл өзінің шарықтау шегіне жеткіздім деп айтты дейді Алла Тағала. "Ва атмамту алейкум ни'мати", сендерге өзімнің нығметтерімді тамамдап толықтырып бердім. "Ва радиту лакум ал-ислама дина", мен сендерге ислам дінін ғана разы қылып тастап кеттім деп Алла Тағала айтты дейді. Сол кезде Омар радиаллаху анху бастаған сахабалар барлығы көздерінен қанды жасақты дейді. Сол кезде Омар радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассаламға жақындап айтады: "Я Расулалла, бір нәрсе айтыңызшы" дейді. "Мына аят соңынан кеп тұрған аят, бұл аят сіздің дүниеден өтетіндігіңізге ишара болып тұрған аят қой, дейді. Сіз кетейін деп тұрсыз ғой бізді тастап, дейді. Бітті ғой дейді. Пайғамбарлық бітті ғой, дейді. 23 жыл өтіп кетті ғой, дейді. Құран тамам болды ғой, дейді. Сіздің сүннетіңіз тамам болды. Біз қаламыз ғой, дейді. Абу Бәкір қалады ғой, мен қалам ғой, бірақ сіз кетесіз ғой", дейді. Бұл соңғы аят, және де мен сендерді тастадым, мен өзімнің жолымды аяқтадым. Айтыңдаршы, жеткіз алдым ба, деді. Мен жеткіз алдым ба сендерге, мен жеткіз алдым ба, толықтыр алдым ба, дейді. "Я Расулалла, жеткіздіңіз. Жеткіздіңіз, я Расулалла, сіз бізге дінді жеткізіп кеттіңіз. Біз куәміз, ақиретте де куәлікке өтеміз", деді. Міне пайғамбар алейхиссалату вассаламның соңғы құтпасы осы жерде болған. Пайғамбар алейхиссалату вассалам жүрек жалды уағызын айтқан сахабалар сол күні ол кісінің дүниеден өтетіндігін түсініп, осы жерде барлығы күңіреніп жылаған. Альхамдулилля, біздерге де Алланың мейірімі түсіп, сол пайғамбарымызды көрмесек те, осы жерде сағынып отырған жағдайымыз бар. Пайғамбардың дүниеге келген қаласында отырмыз. Бұл жердің әрбір тасы, әрбір тауы, әрбір шөбі, әрбір ағашы пайғамбарды еске салып тұрғандай.